сіздермен Бекжан Ғани Болатұлы. Біз бүгін кезекті 4-ші сериямыздың обзорын түсіреміз. Мынандай керемет Бейбарыс деген мұз айдынына келіп отырмыз. Бейбарыс пен Арлан плей-оффта ойнасады. Біз бүгін Атырауық Бейбарысқа болеть ету үшін келіп отырмыз. Қазір Шоқан бауырым келу керек. Шоқан құрдасым қазір келсе, сериалымыздың 4-ші сериясын жасаймыз. Не дейміз енді, Атырауға сәттілік. Мобилографымыз айтпақшы, бүгін Нұрболатқа хабарластым. Телефон көтерген жоқ Нұрболат інім. Мүмкін келесі 5-ші серияны түсіретін болар. Ал біз кеше мост обзор жасап, енді бүгін мобилографым ретінде жолдасым айтып отырмын. Вот это поворот! Жолдасым Мика Қайратқызы, Меруерт Қайратқызы, инстаграмына подписчиксаңыз, төменде тұрады инстаграмы аккаунты. Бұйырса нені тикток аккаунт бәрін жазып қоямыз. Олександр інілерім келіп жатыр, міне фан-движенің жігіттері. Атырауда Гринволдың жігіттері мына келіп жатқан. Енді Дельта деген фанатский движение бар жастардың. Солар келіп отыр. Қазір бүгін күшті матч болайын деп тұр алдағы уақытта. Сол подписка жасаңыздар Меруерт Қайратқызына. Біздің тиктогымызға, біздің сериалымызға подписка жасаңыздар. Колокольчик басыңдар, қолдап отырыңдар. Кеттік ал. Біз деген фанатский движениенің үлкендеріне келіп отырмыз ал. Ассалаумалейкумдар. О, Беков, пожалуйста. Вы в кадре. Как ты тут? Ассалаумалейкум. Су тапты берем, болды. Су тұржет. Қалайсыңдар? Жақсыңдар ма? Жақсы. Ой, жақсы. Темешеуіп тұрсыңдар ма? Болмайды темешеуге. Қайзаман яшек, қайзаман. Сұқалмандар кадр қалды. Ақандарын көріп қалады. Міне, Шоқандай құрдасым. Төртінші серия. Бүгін вообще живой серия болайын деп тұр ал, керемет. Не? Қазір. Микрофон қайда? Поддержка біз бүгін сериал түсіріп поддержка береміз. Береміз, айқай шу. Қопарамыз ғой қазір. Трибунаның басынан шығар. Има бірінші еткіліп тұрм бар ғой. Падак. Не айтам. Опыл батыр ма? Ойшыма. Кімдер мәсі өсін? Блогер балдары бар еді. Бар айтады, не деп. Мединес керек, анау. Ішінде 4000 просмотр. 1000 просмотр. Сондай болып тұрма қазір. Бірақ саған блогерлармен бірге коллаборация түсіру керек сияқты. Бірлесіп. Не алды отыр тағы да? В общем, подписчик керек, анау. Сөйлестің бе? Он хайп болсын деп айтыр. В общем, жару керек болатын деп. Қарабысым ұрып қойды. Айтпа. Сол күйін айтады. Кесіп сайымыз ол. Өзім бәрін кесіпті. Тиктокта жүр ғой. Бәң. Просмотр вообще жинап таған сияқты. Бірақ тағы да вызов тастауын керек екенсің. Біз кеше вызов тастаған жоқпыз ғой. Олар айтады да, мақамы қайсаны поражекті өсетін. Иә, мақа ғой. Содан бастап, төменгі жақтан бастап лақтыру керек дейтін өйстеді. Сосын айтады не деп. Жазай бер анас. Сразу мапоққа вызов тастау болмай ма? Мапоқ самый тәжірибелі ғой. Мапоқ. Ол боксқа қатысатын жігіт екен. Мапоқ қарамайды дейді. Ең несі төменнен бастайсың ғой тән. Мақы ол дейтін немес ғой, қызық емес қой. Бәрі поражение ода. Содан басталады бәрі. Ступенька. Мақыны енді. Қуаныш Қабдулов айтқандай ғой, лесіңмен көтерілесің деді ғой. Мақыны енді мыжыптайсың ғой енді явно. Мақыны мыжыптайсың. Потом келесі. Қайсы упор жоқ, сапені жоқ. Бұжай енді базар жоқ. 2 победа ғой да Бұжайда. Бұжайда 2 победа кеше кімді жеңді ғой. Қалай ойлайсың? Бұжаймен Паразам шықсаң қалай? Ана артық төбеліс па қойсың. Дым техника жоқ па? Техника жоқ, школа жоқ, дым жоқ. Қой, шықпайды дейсің. Сосын отырады анасы. Неге таяжық болдың? Тренировка болған жоқ. Суда айтатындар сол керек. Сол дарабоздық тренировка жасамаған дұрыс емес қой негізі. Қай-қайсына тренировка жоқ, анда бар ғой. Ол просто бокстан көңілі қалып қалған бала сияқты ғой. Тренировка бар, ана кімде бар тренировка.
Кім еді? Тағы да. Мапох. Жоқ, Мапох емес. Мапохта да бар тренировканы. Кім еді? Рамис. Рамис деп. Рамис деп. Рамистің техникасы жақсы, өзі семіз оған. Дарабоз, кімде, ана бөжек, айқай ғой, сонымен дух тұрып жасы еді. Адамның дейді. Бізде бүгін сценарийсі сериал, өзің фанатсың. Бірақ сен Атырау футбол клубының фанатысың ғой. Хоккейге бірінші рет кеттім. Хоккейге бірінші рет келіп тұр. Бүгін менің шақыруыммен. Бізде комментарийде айтпақшы, адамдар жазады андай, екеулерін пешком жүріп, кімді жаңағы Шәкені не істеп жатсың ба дейді. Арықтап жатсың ба? Арықтап жатырмын ғой бар. Комментарий бізге. Сол. Кетті жайлап матчқа кіре берейік. Кірейік жүр, обзор түсіріп жіберейік. Кетпейді Аслан. Қайтпайды дейсің. Іштен артымыз қызық сияқты ғой. Түсіремесің. Өзі таргетпен айналысады жолдасың. Немен? Таргет. Продвижение жасайды. Өзі мобилограф. Бәрі в общем. Все включено, так что Болады дейді. сектор А, сектор Б. Айқайлар қайда отыр. Кет. Жоқ. Солай ма? Дауысымыз естіледі. Микрофон бар. Енді келмеймін хоккейге. Өмірімде бірінші рет келдім хоккейге.
осы сезонда бейбарыс слабый ғой. Солай ма? Сезонда өте нашар ойнап жүр. Бірінші жақсы ойнады ма? Сезонда жақсы. Бір жылдары бір чемпион болған сияқты болды, ә? Солай ма? Айта алмайсың ғой, мен синемаларға айтады деп. Күлік орысша көріп жүрген. Бізде бір қазақ қолда жүрсің. Нешесін кофе, чай? Не стоит курса, Шапағат көрсе, шапағаттан құлады алтын сырға. Чемпионатта келесі апта. В общем, мынандай жағдай отыр. Мұнда Шоханға соперниктер шығып жатыр, соперниктер табылып жатыр. Мынандай сұрап. Журналистер қылып отыр, журналистер қылып отыр. Еще арғы бетіне шығып кету керек. Әлі аяз. Егінтінің уақыты кіріп. Шоқан. Шоқан қараш, әп-әдемі, иә? Мобилографымыз Абай орталығын түсіріп отыр, біз мұнда тұрмыз, закат. Қатырасың сен, бәрін үйрету керек. Мобилографқа айқайлау болмайды. Ренжіп қалады дейсің. Ренжіп қалады. Абай орталығын әп-әдемі жасапты Нұрсаяда. Мына жерде бәрі тренировка жасайды, білім алады. Ұлттық спорттар бар мына ішінде. Осының ішінде ма? Иә. Білмейді екен. Анау волейболистер мына жерге келіп тренировка жасайды екен. Осында ма? Иә. Іште. Қазір 1 минуттан кейін таксиге келеді. Мынау мобилографымыздың намаз уақыты бар. Екінті қазір сағат 7-тен 14 кеткенде шығады. Сол үшін желательно қазір мешітке барып қойық. Мешітке барып мобилографымызды тастайық. Сосын сол жерден намазын оқып алғаннан кейін жалғастырайық сериалымызды. Таксиіміз кетіп тұр. Кетіп тұр ма? Өшіріп беріңізге болады дейсің. Таксиге отырғаны тоже түсірейік. Жамшылығы басып тұр. Бәйін бұрылып батыр. Мынау ма? Остановкаға тұрып кешеш. Жаңа өтейік жолдан. Кеттік. Кімге выезд тастау керек деп ойлайсың? Мапоққа выезд тастайсың ба? Пока резко қарамайды дейді вообще. Ана төменгі жақтарын істеу керек бәтші. Төменгі жақтарын істеу керек. Паровоз. Медийності қалай жинаймыз, Шоқан? Что-то подписчик инстаграмда аз жиналып отыр. Алдында 190 болды. Қазір 250-ге жетіп қалды жайлаптан. Сондай болып қалды ма? Тиктокта 0-дан, кеше 1-ден 250 подписчик жинадық қой. Нешеден? 1-ден бә? Енді бірден етіп не істеу керек? Медийності көбейту керек. YouTube'ға да просмотр аз жиналып отыр бар ғой. 55 подписчигіміз бар. Сол 55 подписчик. Ау? YouTube вообще слабый отыр. Естілмей жатыр. YouTube дейтін вообще слабый отыр дейді. YouTube енді 0-дан бастадық қой. Сериалымыз деген просмотрларын көбейту керек болып тұр. Бізде адамдарға, видимо, скучно сияқты. Біздің жүргеніміз, бізге андай оригинальный контент жасау керек. Андай әңгімелерден бөлек, обзорларды түсіріп, музейлерге барып, адамдар көру керек та Атыраудың әдем жерлерінде. Көрежізден түспей тұрғанмен. Шоқан, настроен жоқ қой. Бейбарысымыз ұтылып қалды бүгін. 0-ге 3 кетіпті ғой Арланнан. Барынша айқайладық да. Сен бір айқайлаған жоқсың, мен айқайладым. Жоқ, көп хоккейге жоқпын өте айтпаған. Бағана бардым, екінші периодтан бастап қарадым. Вообще көңілден шыққан жоқ ойын құрдас. Маған да көңілден шыққан жоқ. Мен негізі хоккейге бармайтын адам ғой, көп қызықпаймын. По семейным обстоятельствам, өзің түсінесің ғой. 3 баланың әкесімін.
кеше Шапағат құрдасым 92 тоже жазып еді болеть етейік деп, бірақ мен айттым келмейін деп айттым Шапағатқа. Шапағат мына ютубтан көріп отырсаң өзің түсініп отқан шығарсың. Бірақ Ғалымбек деген інім бар, інім емес 96 былай жақсы нем ғой жаңа араласатын досым ғой. Сол айтты, Бика кешеш енді ертең нелер чемпионат келе жатыр, көп обсуждать ететін ақ нелер бар, темалар бар деді. Айттым, әңгіме жоқ, көмектесемін дедім. Барам дедім, жақсы. Сосын саған хабарластым. Хоккейге өзім өмірімде бірінші рет барып тұрмын. Ұнаған жоқ енді. Енді хоккейдің түрін көрдің ғой. Бейбарыс ұтылып жатыр. Бүкіл турнирде бәрінен ұтылып шықты Бейбарыс деген. Өте осы сезон өте нашар болды. Былай негізі жақсы ойнайды ғой. Былай негізі бұрын чемпион болып жүрген сондай команда ғой енді. Осымен біздің 4-ші сериямыз жаңа мобилограф пен Меруерт Қайратқызы, осы жерде инстаграмы болады. Түсірілді. Біз қазір мешіттің жағындамыз. Ренессанс, әп-әдемі. Жайлап обзорын алып болсам болады. Мынау бизнес-центр. Ал бізге сәттілік тілеңіздер, қолдап отырыңыздар, лайк қойыңыздар. Күн аяз болса да, осылай сіздерге Атырау жайлы ақпарат көрсетіп, осындай. Шоқан фанат ФК Атырау отыр. Келіңіздер, рух файтингке баруға тырмысып отыр. Бағана вызов тастадың ғой. Вызов тастап отыр. Осы ұсынысымызды қабыл алса, рух файтингтің белбеуін, медиалига, профлиганың белбеуін алып келуге уәде беремін. Желание бешбармақ болып отыр ғой, да? Желание бешбармақ қуырдағы жетеді, общем айтқанда. Манты бәрі бар, первый, второй, третий дейсің. Аджара Гуджу. Аджара Гуджу, біз атыраускай емес па? Аджара Гуджу, Тикош сізден хабар күтеміз, поддержка беріңдер, бір-бірімізді таттырайық, сүйрейік. Желание бешіне. Әділет, бір берекенді бізге бір несте бер, өзінде бар жаңағы поддержка берейік, батыстың жігіттеріміз қанша дегенмен. Сенің бір ауыз сөзің ғой, о жаққа болды ғой. Сенде медийность бар, сфера сол жұлдыздығынан кішкене бізге бір жаудырып жібер. Мына осындай ағаң 92 жылы осындай құрдастар екеуміз іс бастадық. Құрметті Тикош, осы видеоны көріп жатсаң, осы видеоны сенің оқырмандарың, көрермендері көріп жатса, саған жіберсін деп айтамыз. Енді бізге рух файтингке шығуға бір себепкер бол енді. Анау күнді, бұжайды, қалай мың подписчикпен бұжай өтіп өтіп рух файтинг алып шығып тұрмыз. Ол қалай өзімізден сол таңғалып жатырық. Ол жерде ақша рөл ойнай ма? Рух файтинг саған конкретно не керек, ақша керек па? Біз білмейміз. Оны білмейміз, ол жаңа енді қате кетіп жатсаң айып етпеңіздер. Егер батыстың жігіттер, рух файтингтегі жігіттер, егер батыстың жігіттер, Атырауның жігіттер, поддержка көріп қойыңыздар, желание беш конкретно. Тикош бар, Упучук бар, батыстың жігіттер, Упучук бар, Бұжай бар, поддержка көріп қойыңыздар. Маха вызов тастаймыз ба? Маха вызов тастаймыз бұйырса. Маха, даровоз, паровоз, бәріне вызов тастаймыз. В общем, плюс 91-де задача ғой, поезд алып келу Атырауға, медиалигада. Бұжайға да тастаймыз, бәріне, Рамис, бәріне де упор көрмей. Мапоқты қалай көресің? Вообще. Мапоқты. Соперник емес. Дайындалып жүрген жігіт қой деген боксқа қатысып жүр. Хоть тайкондоға қатысса да. Тайкондо ол спорт емес қой бұл. Жақ спорт қой, бірақ Мапоқ енді серьезно дайындалып жүрген. Соперник жоқ маған. Тек бір ұсынысымды бір рингке шығуға бір үлесін қосып жүрсе, болды ары қарай. Құрметті Рамазан Рамбердиев, осы рух файтингтің ұйымдастырушысы. Осы жігітке назар аударыңыздар. Абылай бар, Али бар, Мұратұлы. Осы жігітке назар аударыңыздар. Мынаның бір удары енді ұйықтатып тастайды деп ойлаймын. Мені точно ұйықтатып тастайды. Бірақ нелерді, анау тяжеловестерді оларды ұйықтататынына мен сенімдімін. Бітті.